Қайырлы күн, оқушылар. Бүгін біз Қазақстан бейнесі, Қазақстанның өткені мен келешегі бөлімі бойынша тәуелсіздік тұғыры тақырыбымен танысып, тәуелсіздік ұғымының парқына үңілетін боламыз. Бүгінгі сабақ бойынша сіздердің меңгеретіндеріңіз: жазба жұмысын абзацтар мен бөліктерге бөлу, ойды дұрыс жүйелеп, логикалық және стильдік түзетулер енгізу, редакциялау, тақырып аясында сөздерді іріктеп, түрлендіріп, талғаммен қолдана білу. Сабағымызды бастау үшін назарымызды мына 7 кілт сөзге аударып, сөздердің мағынасын ашайық. Тәуелсіздік, Қазақ КСР, 1991 жыл, Қазақстан, Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев, егемендік, 16 желтоқсан. Өз жауаптарыңызды салыстырып көріңіз. Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы бұрынғы КСР құрамында болған одақтас республикалардың бірі. 1991 жыл алаш жұртының арманы болған, азаттықтың ақ таңы атқан жыл. 16 желтоқсан күні 1991 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі жарияланды. 1991 жылы 1 желтоқсанда Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан президенті болып сайланды. Тәуелсіздік Тәңірдің біздің ұрпаққа берген ұлы бақыты, халқымыздың мәңгілік құндылығы. Егемендік мемлекеттің сыртқы саясатта толық тәуелсіз болуы. Қазақстан тәуелсіз мемлекет. Оқушылар, енді тапсырмаларға кезек берейік. Экранға назар аударып, өлеңді мұқият тыңдаңыздар. Еркіндігім, қасиеттім, қастерлім, өзің барда, өзегімде жоқ шер мұң, кеше сенің келбетіңді арман қып, боданына бұғауландық басқелдің. Бабалардың басын тікіп бәйгіге, аналардың жанарына жас бердің. Уа еркіндік, қош келдің. Өзегімді өрт қораған қоғамда, өз үйіме өзім өгей болам ба? Алшаң басып жүре алмаса алталаш, азаттығым, қадірің де жоқ онда. Саған жету қиын болса қаншалық, сақтап тұру қиынырақ одан да. Алла берген азаттықтың әр сәті аманат қой, маған, саған, оған да. Саясатқа сермей алмай семсерді, езгі күнге тері қылдым еңсемді. Желтоқсанда жалынатып жастығым, құрсау болған темір қоғам теңселді. Есте даңқы қыршындардың қалдыма, 86 ерлігім бей ең соңғы. Уа еркіндік, құның немен өлшенді? Уа еркіндік, құның немен өлшенді? Сені көксеп, боздақтарым өлсөлді. Сенсің менің ең ғажайып өлеңім, ең шуақты, ең шырайлы, ең шерлі. Әр таңыңды сүйіншілеп тұрайын, Құдай берген ғұмырымда өлшеулі. Қалқаман Сарин. Өздеріңіз байқағандай, бейнероликте тәуелсіздікке қалай қол жеткізгендігімізді, еркіндіктің парқын ақын Қалқаман Сарин өлеңмен өрнектейді. Бірінші тапсырма. Өлеңнің маңызды тұстарын 3 сөйлеммен жүйелеп жазыңыздар. Тапсырманың критерийіне, дескрипторына назар аударыңыз. Тапсырманы жазып болсаңыздар, балама жауаппен өз нұсқаларыңызды салыстырып көріңіздер. Еркіндік барда ел азат, мемлекет тәуелсіз болады. Тәуелсіздікке жету оңай емес, сақтап қалу одан да қиынырақ. 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі бостандыққа, тәуелсіздікке ұмтылған қазақ халқының тарихындағы елеулі оқиға.
Келесі тапсырмаға назар аударыңыз. Берілген мәтінді мұқият оқыңыз. Мәтіндегі абзац реттілігі сақталмаған. Мәтінді абзацтарға бөліп, кіріспе, негізгі, қорытынды бөлімді ажыратыңыз. Берілген мәтіндерді ықшамдап, жинақы мәтін құрап жазыңыз. Тәуелсіздік сан буын бабалардың, қасиетті жеріміздің әр қадамын қорғау үшін төгілген өлшеусіз қаны мен терінің өтеуі. Тәуелсіздік кешегі батыр бабалар өсиет еткеніндей, Қазақстанды қасық қаны қалғанша қорғау жөніндегі әрбір азаматтың қайсар шешімі. Біз жүргізіп отырған сыртқы және ішкі саясат халықтың даналығы. Қазақстанды өркендету жолындағы күллі жауапты шешімдердің даналығы. Халқымыздың асқақ абыройының, қонақжайлығы мен кең пейілінің даналығы. Тәуелсіздік дегеніміз бұл жалпыға ортақ еңбек. Ғылым қуып, білім іздеген оқушылар мен студенттердің еңбегі. Еліміздің ұлттық байлығын еселей түсетін барша мамандық иелерінің еңбегі. Әрбір жас буынның жүрегіне отанға деген шексіз сүйіспеншілік дарытатын қазақстандықтардың еңбегі. Біз жыл өткен сайын сол бір тарихи таңдаудың сарқылмас құдіретін жан жүрегімізбен түсінеміз. Ол егемен мемлекетте, бейбітшілік пен келісімде, өзара сенімде, азат өмір сүру таңдауы. Ол туған жеріміздің қазынасы мен қазба байлығына дербес иелік етіп, барша қоғамның игілігі үшін өз қалауымызбен жұмсау таңдауы. Ол тағдырымызды өзіміз айқындау, болашағымызды өз қолымызбен жасау таңдауы. Халқымыздың қастерлі тәуелсіздігі мен мәңгілік еліміздің болашағы мені үнемі толғандырады. Тәуелсіздіктің өмірлік философиясы қандай болу керек деген сауалды мен өзіме сәт сайын қойып отырамын. Тапсырманы орындауда критерий мен дескрипторны сүйеніңіз. Құрметті оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, өз жұмысыңызды ой жүйелігіне қарай абзацтар мен бөліктерге бөлінген ықшам мәтінмен салыстырыңыз. Халқымыздың қастерлі тәуелсіздігі мен мәңгілік еліміздің болашағы мені үнемі толғандырады. Тәуелсіздіктің өмірлік философиясы қандай болу керек деген сауалды мен өзіме сәт сайын қойып отырамын. Біз жыл өткен сайын сол бір тарихи таңдаудың сарқылмас құдіретін жан жүрегімізбен түсінеміз. Ол егемен мемлекетте, бейбітшілік пен келісімде, өзара сенімде, азат өмір сүру таңдауы. Ол туған жеріміздің қазынасы мен қазба байлығына дербес иелік етіп, барша қоғамның игілігі үшін өз қалауымызбен жұмсау таңдауы. Тәуелсіздік сан буын бабалардың қасиетті жеріміздің әрбір қадамын қорғау үшін төгілген өлшеусіз қаны мен терінің өтеуі. Тәуелсіздік кешегі батыр бабалар өсиет еткеніндей, Қазақстанды қасық қаны қалғанша қорғау жөніндегі әрбір азаматтың қайсар шешімі. Тәуелсіздік дегеніміз бұл жалпыға ортақ еңбек. Әрбір жас буынның жүрегіне отанға деген шексіз сүйіспеншілікті дарытатын қазақстандықтардың еңбегі. Тәуелсіздік ел тұғыры тақырыбында эссе жазуды өз бетінше орындауға ұсынамын. Өзіндік жұмыс жазу барысында бүгінгі сабақта алған икем дағдыларыңызды қолдана алады деген сенімдемін. Сәттілік. Тәуелсіздік ұлтымыздың ұлы жетістігі, ұрпақ тыныштығы. Қазақ даласының аспанында еркіндіктің туы мәңгі желбіреп, еңсесі биік, егеменді ел бола берейік. Сіздер тапсырмаларды орындау барысында мәтін құрылымын ажыраттыңыздар. Жазылым барысында мәтіннің логикалық байланысын анықтай біліп, стильдік түзетулер жасай алу дағдысын меңгердіңіздер. Жоспарланған сабақ мақсатына қол жеткіздіңіздер. Сабақ аяқталды.